Күлпаш 3 бөлім. Март айының іші. Жетіге созылған боран бүгін ғана ашылып, жылы шуақ күннің көзі қардың бетін жылтыратып, терлетіп жатыр. Жерде де бұрынғыдай ызғар жоқ. Арық малдар тысқа шығып, күн шуақтағы шөпті тіміскіп жүр. Ұзыннан созылған ауылға жіңішке жолмен жастау әйел аяңдай басып келе жатыр. Бұл Күлпаш еді. Жұмағазыға тигеніне 20 күндей болып қалған. Аштықтың қанды тырнағы Күлпашты бұғанда көндірген. Бірақ аштықтан құтылған екем деп қабағы ашылған Күлпаш жоқ. Жұмағазының үйіндегі 20 күн 20 жылдан ауыр болды. Әсіресе баласы Қалиды сағынды. Жұмағазының үйіне барған күннің ертесіне Қали түсіне кірді. Күлпаш үйден шығарда қалқам деп барып Қалидың бетіне сүйгенде өкпелеген адамдай аузын бұртитып тұрған орнында қалшиып қалып еді. Түсінде де сол күйін көрді. Аузы бұртиып, көзі әлде қайда бірдемеге тіреліп қатып қалған. Күлпаш қалқам деп бауырына тартса да тас секілденіп орнынан қозғалмайды. Бір күні түсінде Мақтымды көреді. О да ренжулі, о да ашулы. Әй деп Күлпаш 1-2 рет сөйлесе де Мақтым жауап бермейді. Дүниедегі ең жақсы көретіні байы мен баласын ренжітіп, өзінің бас сауға қылып кеткенін Күлпаш енді ар көре бастады. Өлсем, солармен бірге өлсем болмайтын ба еді, деген ой кірді. Бір жағынан Мақтым жайын ойлайды. Ала дорбаны мойнына іліп алып, таңмен тамақ іздеп кетсе, тапсын, таппасын, кешке бір оралып, соқпай қоймайды. Сондағы азаптанып жүргені қатын баланың қамы. Соларды аштан өлтірмеудің жабдығы. Сөйтіп жүрген адамның қадірін білмей тастап кетудің не жөні бар еді? Күлпаш барғалы қайғы үстіне қайғы жамап, ақырында бүгін Жұмағазының үйде жоғын пайдаланып келе жатқаны еді. Күлпаш бұл жолы түрлі ойға мініп келеді. Мақтым ренжімесе, басқа байға тидің деп ашуланбаса, ескі тұрмысқа қайта қайту ойында жоқ емес. Аяғын 2-3 басып, қайта сол жақ қойнын сипап қарайды. Қойнында 2 кесек ет бар. Біреуін Қалиға, біреуін Мақтымға деп жасырып пісіріп алған. Қарағым-ай, етті көргенде не дер екен дейді. Оқта-санда ауылға төніп келген 2-3 ит үріп алдынан шықты. Күлпаш елеген жоқ. Кіре беріс шеттегі Ыбырайдікі еді. Биік қылып соғылған ақ қаланың басында Ыбырай тұр екен. Күлпаш оны да байқаған жоқ. Жүрегі алып ұшып үйіне жеткенше асықты. Ыбырай танып, «Ау, келінбісің?» деді. Күлпаш сәлем қылды да жөнеле берді. Ыбырай бірдеме айтқысы келген кісі секілденіп, аққаладан аяғын 1-2 басып түсіңгіреп барып тоқтады. Күлпаш үйіне жетті. Лапастың есігіне көзі түсіп, жүрегі қалтырап тіксіңкіреді. Есіктің алды күртік қар. Із дегеннен дым жоқ. Малтығып басып барып, үйдің есігіндегі қарды аяғымен ысырып, есікті ашуға айналды. Жүрегі лүпілдеп, соғып, көзі қарауытып, бір түрлі қорқыныш пайда болғандай тәрізденді. Бірақ неден сезіктеніп қорыққанын өзі де білмейді. Білетіні жайы жоқ.
Жан дәрмені қайраттанып зорыға дегенде салдама есікті қозғап сықырлатып ашты. Суық леп бетке соқты. Терезеде жарық жоқ. Үй тастай қараңғы. Күлпаш қалтыранып кетті. Үйге кірерін де кірмесін де білмеді. Бір аяғын табалдырықтан ішке салып, есіктен қолымен ұстап қалтырап, «Қарағым» деді. Үн жоқ. «Қарағым, қайдасың? Әй, бармысың?» деді. Жауап жоқ. Күлпаш не қыларын білмеді. Жалтаңдап артына қарады. Жүгіріп терезеге барып, күрдік қарды қолмен қопарып ашты. Нұрлы күннің сәулесі жамаулы терезе арқылы үйге түсіп, жарық қылды. Түс кез екен. Күн тұп-тура пешке түскен. Қарды тастай беріп, Күлпаш жалма-жан сығалап еді, пештің жанында ұйлығып, бүк түсіп құшақтасып жатқан әкелі баланы көрді. Екеуіне көзі түсті. Іші елжіреп, көзіне жас келді. Ұйықтап жатқан екен деп, қуанып малтыға сүріне үйге кірді. «Қарағым, Қалижан, тұр!» Төніп келіп, Қалиды сүйейін деп ұмтылғанда, көзі Мақтымның көзіне түсіп кетті. Көзі адырайып, аузы ашылып, тісі ақсиып жатыр екен. Күлпаш шошып кетті. «Әй!» деді. Бұдан кейін не болған өзі де білмей, өліп жатқан байы мен баласын көріп, құшақтай құлады.